Күн ысып, жаз шыққаннан үнемі окрошка мен салқын көже жасаймын. Жолдасым да балалар да өте қатты жақсы көреді. Күн ыстықта таптырмас тағамдардың бірі. Мінекей салқын көженің қоспалары: ақ жүгері, сары жүгері, бидай, құрт және де айран қосамын. Алдын ала 3-4 сағатқа бұқтырып қоямын. Де 2-2,5 сағат қайнатамын. Міне дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шығады. Холодильникте сақталып тұра береді. Мына жерде окрошканың қоспалары қызымыз екеуміз дайындадық. Көбінесе қызым турады. Қияр, яғни свежий огурцы дейміз ғой, барлығын майдалап кубиктеп турап шығамыз. Редиска және де колбаса, вареный колбаса қолданамыз. Қайнатылған жұмыртқа мен картошканы да қосамыз. Пияз және де көк пияз, укроп барлығын араластырамыз. Барлығын турап болған соң үстінен айран қосамыз және де қайнаған су қосамыз. Және де дәміне қарай тұз қосамыз. Міне осылай жақсылап араластырамыз. Осылай әдемі болып шығады. Кейін горчица қосамыз. Әрбір қосқан қоспаларды араластырып тұрамыз. Соңында 2 немесе 3 қасық сметана қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз осылай. Дайын болған соң ұсына берсеңіздер болады. Ас болсын.